достар, ешқандай ақша шығармай осындай бір құрылғы жасап алуға болады. Шелекті аласыздар, тесіп алғаннан кейін осындай бонттарды өткізесіздер. Сосын кез келген семьяда болады деп ойлаймын. Бұзылып қалған стиральный машина болады ғой, соның астындағы моторын алып, осы 3 бонтқа орнатасыздар. 3 бонтқа орнатып, сосын үйдегі асып қалған көкөністер және болмаса асқабақтың қалдықтарын, чөптерді осымен турап малға және тауық қаздарға беруге өте ыңғайлы. Құрметті достар, осы сияқты қызықты идеяларды мен күнделікті осы жерге шығарып отырамын. Егер де менің осы видеом ұнайтын болса, онда пікір аймағына өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мына пышағын ғана тек қана Қытайдан алдырып алсаңыздар болды, осылай жасап алуға болады. Жақсы құрметті достар, видео ұнайтын болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, таратып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге күнделікті осындай қызықты видеоларды шығарып отыратын боламын. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Біз қоштаспаймыз.